Не, екеуің алдыңдағы апкелерін қысап, өсектен ауыздарын құрғамай тұрма? Ал сен үшеуің болсаң, қашан доғарасыңдар осы өсектеріңді? Одан да неге оқып білім алмайсыңдар? Айбек, тыныш тұр деді мен саған. Күлген, жылтыңдама. Кешегі қылығың үшін мен неге директордан сөз естуім керек? Әкең құсап, түрменің ар жағынан шығайын деп пе едің? Апай, сіз не деп тұрсыз? Мен ондай емеспін. Сондайсың сен. Мен ондай емеспін. Апай, болды, қойыңыздаршы. Қойыңыздаршы. Болды? Сіз қашан келдіңіз? Сен тыныш тұр, тіліңді сумаңдатпай. Менің қашан келіп, қашан кететінде сенің нең бар? Сенің шешең, алқаш, шешеңе керек болмай тастап кеткенде, сен жетімек, маған керексің ба? Олай демеңіз, мен ондай емес. Олай демеңіз, соның бірі міне тұр. Әкесі алқаш, шешесі жүргіш. Екеуіне керек болмай тастап кеткенде, маған керексің ба? Мен олардай болмаймын. Апай, сіз біздің намысымызға тигенде рахат аласыз ба? Сіз біздің анамызсыз ғой. Анамыз? Анамыз? Мен сендер жетімдерге ана болғым келмейді. Болмаймын да. Болды апай, жетер. Менің әкем түрмеде болса, мені біреуміздің шешеміз тастап кетсе, мені біреуміздің әке шешеміз ішімдік ішсе, бізге қаталдық емес, сенім керек. Әкемнің иығында отырған кезде есіме аламын. Менің иығымда ауыр өмір тұр. Бірақ мен құламаймын, өйткені мен сыннан өткен баламын. Менің анам ішкіш болса, мен ондай болмаймын. Мен тағдырым басқа, мен оны қайталамаймын ешқашан. Мейлі, біреу бізді тастап кетсе де, біз өзімізді тастамаймыз. Егер бұл өмірде біздің орнымыз болмаса, біз өз орнымызды өзіміз табамыз. Бізді ешкім күтпесе де, біз бірақ күтудің не екенін білеміз. Тағдыр бізге ауыр сынақ берсе де, біз бірақ ол сынақтан сынбаймыз. Апай, біз сізден